Жер учаскелерін сату бойынша сауда-саттықты, аукциондарды, немесе жер учаскелерін электронды түрде жалға алу құқығын ұйымдастыру және өткізу арқылы жер учаскесіне құқықтарды сатып алу, дайын алаңды таңдау кезінде. Өтініш берушінің өтінішті электрондық үкімет порталында ресімдеуі. Электрондық үкімет порталын ашып, басты бетте жылжымайтын мүлік бөлімі, содан кейін жер қатынастары бөлімін таңдаңыз, сонда сіз өзіңіз қажетті элементті көресіз. Онлайн сұрау батырмасын басыңыз, содан кейін порталға кіру керек. Содан кейін сіз жер учаскесі орналасқан аймақты таңдауыңыз керек. Жария кадастрлық картада жер учаскесін таңдау. Сауда-саттыққа қойылған тізімнен қолжетімді жер учаскесін таңдаңыз. Таңдаудан кейін өтініш беруші жер учаскесінің схемасы жүктеп және қарай алады. Сондай-ақ жер учаскесінің алдын ала бағалау құны, базалық ставкалар болған жағдайда автоматты түрде қалыптастырылады. Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры автоматты түрде қалыптастырылған құжаттарды сұратылған учаске бойынша порталға жібереді. Сауда-саттыққа қатысуға өтініш беру, сауда-саттықты өткізу, сауда-саттық нәтижелерін қалыптастыру. Бұдан әрі порталда, бұдан әрі батырмасын басқан кезде сауда-саттыққа қатысу қадамына көшеміз. Содан кейін сауда-саттыққа қатысу үшін сұрау жіберу батырмасын басып және электрондық сауда алаңына өту, батырмасын басу арқылы таңдалған жер учаскесінің сауда-саттық бетіне өту қажет. Жер учаскесінің сауда-саттық бетінде өтінім беріп, кепілдік жарнаны төлейміз және сауда-саттыққа қатысамыз. Электрондық сауда алаңында сауда-саттықтың жеңімпазы айқындалады. Қорытындылар хаттамасына екі жақты қол қою рәсімі орындалады. Одан кейін электрондық сауда алаңы веб-сервис арқылы жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрының ақпараттық жүйесі не қорытындылар хаттамасымен сауда-саттық өтті мәртебесін береді. Электрондық сауда алаңында сатып алу-сату жалдау шартына екі жақты қол қойылады. Жеңімпаз сауда қорытындысы бойынша төлемдерді жүзеге асырады. Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры электрондық сауда алаңынан мәртебе алғаннан кейін веб-сервис арқылы порталға сауда-саттықты өткізу нәтижелері туралы хабарламаны беруді орындайды. Жеңімпаз үшін сатып алу-сату жалдау шарттары және сатып алу сомасы жіберіледі. Жеңілгендер үшін жеңілу туралы хабарлама. Жер учаскесі үшін төлеу. Жеңімпазға жер учаскесін сатып алу-сату, жалға алу шарты порталға келіп түседі. Порталда жер учаскесін сатып алу-сату, жалдау шарты бойынша сатып алу сомасы туралы мәліметтер көрсетіледі. Жер учаскесінің құны үшін төленгенін растайтын төлем құжатын енгізу қажет. Кейін электрондық үкіметтің төлем шлюзі арқылы құқықтарды тіркегені үшін төлем жүргізу қажет. Әрі қарай құқықтарды тіркеу үшін сәтті төлем жасағаннан кейін, өтініштің себебін және қызметтің кіші түрін таңдап, төлем бетіне өту арқылы кадастрлық төлқұжат үшін төлем жасау қажет. Жер учаскесінің шекараларын белгілеу. Өтініш беруші жер учаскесінің шекарасын дербес белгілеуі қажет. Ол үшін сіз қызметке тапсырыс беру үшін мемлекеттік кадастрлық картаға ауыса аласыз, немесе таңдалған аймақта осы жұмыстарды орындайтын басқа ұйымдарға жүгіне аласыз. Шекаралар белгіленгеннен кейін жер учаскесіне кадастрлық паспорт дайындау және құқықтарды тіркеу үшін алынған материалдарды салу қажет. БМКК-дан орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша 6 жұмыс күн ішінде порталға жеке кабинетке электрондық құжат, орындалған жұмыстар актісі жіберіледі. Орындалған жұмыстардың актісіне қол қою. Өтініш беруші міндетті түрде орындалған жұмыстардың актісіне цифрмен қол қою қажет.
Актіге сәтті қол қойылғаннан кейін порталдың жеке кабинетіне кадастрлық паспорт, құқықтарды тіркеу туралы хабарлама, электрондық құжаттары түседі.